Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз Тақтар ойыны атты хикаяның соңғы 8-ші маусымына шолу жасаймыз. Алдыңғы маусымдарын жоғарыдағы сілтемеге өтіп көре аласыз. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және де Telegram арнаға тіркеліңіз. Ал біз бастаймыз. Бірінші бөлім. Бөлімнің басында Денни әскерімен солтүстікке келеді. Солтүстік халқы өлілермен шайқасуға келген өзге материктің мыңдаған әскерін күтіп алуда. Оларды Джон мен Денни Рис бастап келеді. Ария сүйікті бауырын көріп қатты қуануда. Сарбаздар арасында қыз танитын Ит пен Джендри бар. Уинтерфеллге жиналған халық осы сәтте бірінші мәрте айдаһарларды көреді. Джон үйіне жете сала, мүгедек бауырмен қауышып, жақындарына Дейнерис Таргариенді таныстырады. У нас нет на это времени. Твой дракон у короля ночи. Он стал одним из них. Мертвые идут на юг. Қабырғаның құлағанын естіген Санса бірден солтүстік халқын Уинтерфеллге шақырған. Онымен қатар әділ әрі батыл Лианна Мармонт Денниге тізе бүккен Джонға разы емес. Солтүстік королі ешкімге бас имеу керек. Бірақ Джон тірілер үшін күресте таңдау жасап қойған. Оларға артынша Ланнистерлер қосылуы керек. Әрине ең үлкен әскерге солтүстікте тамақ тауып беру өте қиын. Қысқасы мәселе өте көп. Тирионмен сөйлескен Санса Серсеяның әскерін бастап келетініне сенбейді. Қыз көп дүниеге үйренген. Артынша Ария ақыры бауыры Джонмен қауышады. Ария бұрынғы ерке кішкене қыз емес, көп дүние өзгерді. Ал корольдік жағажайда Серсея өлілердің қабырғаны бұзып өткеніне қуанған секілді. Бұл жерге Эурон Серсеяның бұйрығымен Эссостан 20 000 алтын қылышты сарбаздарды алып келген. Солай Эурон ақыры ханшайымының дәмін татады. Бұрын болса астанада қалған болатын. Серсея өзін сатып кеткен бауырларын өлтіруге Бронды солтүстікке жібереді. Кеш бата Теон бастаған бір топ адамдар Иараны құтқарып алуға келеді. Иара қашқын бауырын бір соғып алып, 3 кемені алып, басшысыз қалған темір аралдарды қайтарып алуға аттанады. Өйткені өлілер жеңіске жетсе, адамдарға жасырынатын жер керек. Бірақ Теон жақындарын қолдау үшін Уинтерфеллге аттанады. Солтүстікке бірінші мәрте келген айдаһарларға солтүстік жақпай ас ішуден қалған. Сондықтан Денни жанына Джонды алып, айдаһарларына мініп, көкте қалықтап көңіл көтереді. Айдаһарды тізгіндеген Джонды көрген солтүстік халқы таңдана қарауда. Екеуінің махаббаты барған сайын күшеюде. Джендри ұста болса, айдаһар әйнегінен қару жарақ жасауда. Сол арада оларға Ария келеді. Ит қызды көріп, қуанған жасыра алмауда. Ты бросила меня умирать. Сперва ограбила. Хладнокровная тварь, вот ты кто. Поэтому еще жива. Ария Джендриден өзіне қару жасап беруін сұрайды. Солтүстік королі Деннидің алдында тізе бүккендіктен кейбір солтүстік әулеттері Уинтерфеллден кетіп қалған. Сансаға Денни ұнамайды. Оның ойынша Джон сезімнің жетегінде кетті. Сол арада Жорық өзін құтқарып қалған Семді ханшайымына таныстырады. Денни сенімді серігін емдеген жігітті марапаттағысы келеді. Сол арада Денни Семнің Тарлей әулетінен шыққанын естіп, оған әкесі мен бауырын өлтіруден басқа амалы қалмағанын айтады. Әрине Сем бұл жаңалықты ауыр қабылдайды. Артынша Бран Джонға шындықты айтатын уақыт келіп жеткенін жеткізеді. Оған жақын досы Сем барлығын айтуы керек. Сондықтан Сем Джонға келіп, Деннидің өте қатыгез ханшайым екенін айтады. Таққа лайықты бірден бір адам, ол Джон Сноу. Мы с Браном все узнали. Твоей матерью была Лианна Старк, а твоим отцом был Рейгар Таргариен. Ты никогда не был бастардом. Ты Эйгон Таргариен, истинный наследник Железного трона. Нед Старк обещал твоей матери, что будет защищать тебя. И защитил. Роберт убил бы тебя, если бы узнал. Ты истинный король. Эйгон Таргариен, шестой своего имени, защитник государства и все такое. Әрине бұл жаңалықты Джон ауыр қабылдайды. Бірақ ол ханшайымына қарсы шыққысы келмейді. Ол адамдардың өмірін сақтап қалу үшін солтүстік тағынан бас тартты. Ал Денни адамдар үшін тақтан бас тарта ала ма? Мәселе осыда. Осы уақытта қабырғаны күзетіп кері шегінуге мәжбүр болған Тормунд пен Берик бастаған топ Уинтерфеллге барар жолда қираған амберлер қамалына тоқтайды. Осы жерде олар қалған түнгі күзеттің сарбаздарын жолықтырады. Амберлердің басшысын өлтірген түн королі жолдама қалдырған.
Уинтерфеллге солтүстік халқы әлі де ағылып келіп жатыр. Олардың арасында Джейми де бар. Ол осы жерде өзі қамалдан итеріп мүгедек қылған Бранмен бетпе-бет келеді. Екінші бөлім. Уинтерфеллге жалғыз келген Джеймиді Денни тергеуде. Оның әкесін өлтірген дәл осы Джейми болатын. Серсея барлығын алдап кеткен. Джейми барлығын айтып береді. Ал өзі сертінде тұру үшін, тірілер үшін күресуге келді. Санса да оны сатқын ретінде таниды. Тирион болса бауырын қорғаштап әлек. Джейми осы уақыт арасында қатты өзгерген. Бриенна да оның жағына шығуда. Он человек чести. Без него, миледи, вы были бы мертвы. Он дал мне оружие и доспех и послал найти вас и вернуть домой, потому что дал клятву вашей матери. Если вы доверяете ему свою, пускай остается. Тирион тағы қателесті. Серсея сөзінде тұрады деп ойлады. Әрине Денни қатты ашулы. Джейми артынша Бранға келіп өкінетінін айтады. Бран ешкімге өкпелі емес. Ол өзін мүгедек қылған Джейми екенін айтса дарға асылатыны анық еді. Бірақ жігіт шындықты айтпады. Ол қазір үш көзді қарға. Денни көп қателік жіберген Тирионның орнына Жорықты уәзір еткісі келуді ойлауда. Бірақ Жорық оған өте ақылды қортықтың көп көмегі тиюі мүмкін екенін айтады. Онымен қатар ол Сансамен тіл табысуды ұсынады. Сол себепті де Денни Сансаға келіп жылы сөйлесіп, араларындағы кикілжіңді шешуге тырысады. Оның қолынан келгенде секілді. Бірақ бір мәселе бар. Өлілерді жеңгеннен кейін солтүстік ешкімнің алдында тізе бүгуді ойламайды. Бірақ Денни толық 7 корольдікті бағындырғысы келетін секілді. Сол арада Уинтерфеллге Теон келеді. Ол өлілермен күресуге отбасына келді. Артынша қамалға, қабырғада аман қалғандар келеді. Түн королі де келіп қалды. Өлілерді ашық алаңда жеңе алмайсың. Оларға түн королін тұзаққа түсіріп өлтіру керек. Сонда барлығының көзі жойылады. Түн королі алдымен үш көзді қарғаны өлтіруге келетіні анық. Өйткені тірілердің жадын тек үш көзді қарға сақтай алады. Сондықтан Бран өзін жемтік ретінде пайдалануды ұсынады. Ал оны Теон қорғамақшы. Денни өзіне керек Тирионға әйелдер мен балаларға қосылып жертөледе жасырынуды бұйырады. Тірілердің үміті аз. Осы арада Денни Джонның өзіне суық қарап жүргенін аңғарған. Соғыс аяқталып Денни таққа отырғаннан кейін Сұрғырт пен Миссандея бірге тыныш өмір сүру үшін отандарына кетпекші. Ал Ария итпен сөйлесуде. Ер адамда қыз да қатты өзгерген. Ария соңғы түнінде Дженриден жасатқан қаруын алып, кезінде жақсы көрген жігітпен қосылады. Артынша тірілер үшін күресте бас біріктіргендер шарап ішіп, ошақ алдына жиналады. Олардың барлығы дерлік кезінде Старктармен соғысқан. Енді міне Уинтерфеллде соңғы түндерін өткізуде. Осы арада Бриеннаның рыцарь атағын ала алмайтыны жайлы әңгіме шығады. Өйткені ол әйел. Рыцарь атағын беру үшін король керек емес. Кез келген рыцарлық атақты бере алады. Сондықтан Джейми Ланнистер Бриенна Тартқа рыцарь атағын береді. Именем воина обязую тебя быть храброй. Именем отца обязую тебя быть справедливой. Именем матери обязую тебя защищать невинных. Встань же, Бриенна Тарт, рыцарь 7 королевств. Сир Бриенна Тарт, рыцарь 7 королевств. Қамалдағы Сэм болса Валериан болатынан жасалған отбасылық қылышты Жорыққа береді. Өйткені түнгі күзеттегі оның әкесі жігітке көп көмегін тигізген. Ал Денни кейінгі кездері суық болып жүрген Джонға келеді. Олар Лианна Старктың мүсінінің алдында тұр. Джон оған барлығын айтып береді. Деннидің үлкен бауыры Лианна мен заңды некеге тұрған. Екеуінің арасында ұл туылды. Роберт баланың барын білсе, өлтіретіні анық еді. Сондықтан Нед Старк баланы заңсыз туылған баласы ретінде өсірді. Мое имя. Настоящее имя. Эйгон Таргариен. Денни оған сенгісі келмейді. Егер бұл шындық болса, Джон Таргариендерден қалған жалғыз еркек кіндікті болмақ. Демек тақ мұрагері. Осы сәтте дабыл қағылады. Түн королі өлілер әскерін ертіп келіп жетті.
3 бөлім. Көптен күткен түнекпен шайқас. Уинтерфелдегі адамдардың барлығы бойларын билеп тұрған үрейге қарамастан сақадай сай тұр. Айдаһарды тізгіндеген Денни мен Джон өз кезектерін күтуде. Осы сәтте қақпалдындағы Джорох бастаған сарбаздарға Мелисандра келеді. Ол Датракей сарбаздарына қылыштарын жоғары көтеруді бұйырып, от құдайынан көмек сұрап, дұға оқып, көшпенді халықтың қылыштарына лаулаған от жағады. Даос қақпаны ашуды бұйырып, жирен қатынды ішке кіргізеді. Мелисандра оған таң атқанша өзі өлетінін айтады. Солай лаулаған қылыш ұстаған Джорох бастаған Датракей жауынгерлері бірінші болып шабуылға шығады. Шайқас алаңы түнектен көрінбейді. Тек лаулаған қылыштары біртіндеп сөнуде. Солай бірінші топ жеңіліс тапқан. Артқа шегінген Джорохтың көзінен үрейді аңғаруға болады. Қамал алдында мінсіз сарбаздар мен солтүстік әскері өлілерді күтіп алады. Осы сәтте шыдамаған Денни мен Джон айдаһармен шабуылға шығады. Джон ақ өліктерді байқап, оларға шабуылдамақ болғанда қарлы дауыл келеді. Жауынгерлер тоқтаусыз өліктердің көзін құртқанымен олар таусылатын емес. Қарлы боранда Джон мен Денни байқаусыз бір-бірімен қақтығысуда. Ал қабырға сыртындағы жауынгерлер кері шегінуге мәжбүр болған. Өліктерді мінсіз сарбаздар тежеуде. Солай адамдардың барлығы қамалға енгенде Даос Денниге белгі береді. Ол отты тұтатуы керек. Бірақ дауылдың кесірінен Денни белгіні байқамайды. Жай отпен оны тұтата алмайсың. Сондықтан сұрғырт сарбаздармен жирен қатынды қорғап сыртқа шығады. Мелисандра дұғасын оқып, өліктер келіп жеткенде отты тұтатады. Әрине бұл уақытша шара. Бран осы сәтте қарғаның санасына еніп барлау жасайды. Айдаһар мінген түн королі келіп жетті. Ал қақпалдындағы өліктер өрттен өтетін көпір жасап, біртіндеп кедергіден өтіп кетеді. Адамдар қамалды қорғау үшін барын салуда. Барлығы жанкешті төбелесуде. Осы сәтте өлікке айналған алып, есікті бұзып кіріп, кішкене Лианнаны шетке лақтырып жібереді. Батылдығы 100 сарбазға татитын жаралы Лианна Мармонт шабуылға шығып, өзін езіп жатқан алыптың көзіне айдаһар әйнегін тығып алады. Ал Денни мен Джон ашық аспанға шығып түн королімен айқасуда. Уинтерфелде қырғын жүруде. Өліктер қамалды қаптап жүр. Тығырыққа тірелген Арияны Берик пен ит құтқарып қалады. Бірақ Берик қаза тапқан. Мелисандра оның өз міндетін атқарғанын айтуда. Кезінде жирен қатын қыздың көптеген көздерді жабатын айтқан еді. Енді көк көзді жабу қалды. Что мы говорим Богу смерти? Не сегодня. Ал өмір ағашының маңында Бранды Теон бастаған топ күзетуде. Түн королі қамалға шабуылдап, Джон мінген айдаһарды ауыр жаралайды. Денни түн королінің ту сыртынан келіп, оны айдаһарынан құлатып жіберіп, өлікке айналған айдаһармен айқасады. Артынша ол түн королінің қақ төбесіне келіп, айдаһарының отымен өртеп жібереді. Бірақ оған дым болмаған. Денниге кері шегінуге тура келеді. Джон болса түн королінің ту сыртынан шабуылдауға тырысады. Бірақ ол бір қимылымен қазір ғана өлген адамдарды қайта тұрғызып, өз сапына қосады. Демек оның өзін өлтірмесе, жеңу мүмкін емес. Енді тірілерге қазір ғана жоғалтқан жақындарымен шайқасуға тура келеді. Ол аздай қамалдың жер төлесінде жерленгендер қайта оянуда. Бұл жерде әйелдер мен балалар бой тасалап отыр еді. Өліктер қоршауында қалған Джонға Денни көмекке келеді. Джон Бранға асығуда. Ал Деннидің өзі қақпанға түскен. Қаптаған өліктерден айдаһары жұлқынып, Денниді тастап ұшып кетеді. Оған Джорох көмекке келеді. Теон бастаған сарбаздар Бранды барынша қорғауда. Ал жертөледе қырғын жүруде. Барлығы біткен секілді. Тірілер жеңілуде. Түн королі Бранды тапты. Үш көзді қарғаны жалғыз Теон қорғауда. Бран оған жақсы адам екенін айтып, алғысын жеткізеді. Солай Теон соңғы шабуылға шығып, өз өмірін құрбан етеді. Джон болса айдаһардың кесірінен бауырына көмекке бара алмауда. Ал Джорох ақтық демі шыққанша ханшайымын қорғаумен болады. Түн королі Бранға келіп жеткенде қараңғыдан Ария атып шығады. Қыз бір қимылмен қанжарын екінші қолына тастап, түнектің көзін мәңгіге құртады. Оның артынан барлық өліктер жансыз құлайды. Осыдан кейін Мелисандра сыртқа шығып, алқасын шешіп, шыққан күн көзімен ғайып болады. 4-ші бөлім. Тірілер жеңді, бірақ қандай құнмен. Мыңдаған мерт болғандар арасында Джорох пен Лианна Мармонт, Теон Грейджой бар.
Уинтерфеллдің алдында мерт болған батырларды ақтық сапарға шығарып салады. Кешкі ас кезінде Денни Роберт Баратеонның бастарты Джендриді алдына шақыртады. Барлығы Таргариендерді тақтан тайдырған адамның баласын ханшайым жазалайды деп ойлайды. Бірақ Денни Джендриді Баратеондардың заңды мұрагер ретінде тағайындайды. Тойлау кезінде Тормунд Айдахарды бағындырып, ан өмірден қайта келген Джонның артынан бекерге ермегенін айтып мақтаумен болады. Оны естіген Деннидің ойында тағына төнген қауіп секілді. Атаққа қол жеткізген Джендри Арияға үйленуге ұсыныс тастайды. Бірақ қыз ешқашан лордтың әйелі бола алмайды. Ал Джейми Бреннаны Тормундтан қызғанып жүрген секілді. Солай бір-бірін ұнататын рыцарлар ақыры қосылады. Күйбең тіршілік таққа таласқа қарамастан Джон мен Денни бір-бірін қатты жақсы көреді. Джон таққа отырғысы келмейді. Бірақ Денни болашақта беделі артқан Джонды жақындары өзгертіп жібереме деп қорқатын секілді. Сондықтан Джоннан шындықты білетін Бран мен Сэмнан ешкімге айтпа деп серт алуын сұрайды. Бірақ Джон қарындастарына шындықты айтқысы келеді. Денни Сансаның бұны білсе бір бәлені білдіретін сезетіндей. Тірілер өлілерді жеңгенімен астанада мыстан отыр. Оларға тақты қайтару қалды. Бірақ күштері азайған, ал Серсея керісінше күшейген. Тирион астананы қоршауға алуды ұсынады. Сонда ашыққан халық Серсеяны өздері-ақ тақтан құлатады. Солай олар жоспар құрып дайындыққа көшеді. Санса мен Ария шаршап шалдыққан халықты демалтпастан қайта соғысқа бастаған ақмақтық деуде. Бірақ Джон ханшайымға уәде беріп қойған. Сол арада ол қарындастарынан ешкімге айтпауға серт алып, өзі жайлы шындықты айтып береді. Кеш бата Серсеяның бұйрығын орындауға Брон келеді. Айдахарларды көрген Брон Серсеяның жеңілетініне сенімді. Сондықтан екеуін тірі қалдыру үшін ақы сұрайды. Тирион оған Хайгарденді беруге уәде береді. Азанда өз жолымен кеткен итке Ария келеді. Екеуі солай бітпеген істерін аяқтауға астанаға жол тартады. Санса болат таққа Денни лайықты емес деп санаған. Енді бауырының шындығын білгенде сенімі күшейе түскен секілді. Ол Тирионға барлығын айтып береді. Не болса да Джон солтүстікте қалған жақындармен қоштасып, алып қасқырын қалдырып, ханшайымның артынан аттанады. Кемеде Тирион Джон тақтың заңды мұрагер екенін айтады. Варис болашақта бұл шындық ашылса, Денниге қарсы шығатындар болатынына сенімді. Ал Денни Айдахар мен Айдахар жартасына келіп жеткенде, біреуіне арбалет жебесі қадалып, мерт болып суға түседі. Оларды Эурон кемелермен күтуде. Тағы бір баласынан айырылған ашулы Денни кері қайтуға мәжбүр болады. Солай Эурон кемелерге шабуылдап талқандап тастайды. Тағы бір жеңіске жеткен Серсея ақшашты мыстан келді деп астанаға қара халықты жинап алған. Әрине оның жоспары осылай жанына қара халықты жинап Деннидің Айдахармен тікелей шабуылынан қорғану еді. Бұл аздай Эурон оған Миссандеяны ұстап әкелген. Енді Денни астанаға шабуылдағысы келеді. Бірақ ханшайымның бетіне шындықты тіке айтуға уәде берген Варис, олай жасаса мыңдаған бейкүнә адамдар мерт болатынын айтады. Я живу, чтобы освободить мир от тиранов. Это моя судьба, и я исполню долг любой ценой. Бірақ ашулы Денни шабуылға шықпақшы. Осыдан кейін Варис Деннидің қуа бастағанын ескеріп, Джонниді таққа бірден-бір лайықты адам деп ойлауда. Әрине, бұл әңгіме сатқындық. Бірақ Варис таққа емес, халыққа қызмет ететін адам. Вы знаете, что я не предам страну. Что такое страна? И многие из этих миллионов погибнут, если на трон сядет не тот человек. У них есть право на жизнь, право на еду для детей. Я буду действовать в их интересах, и личная цена мне не важна. Пожалуйста, не надо. Солай мемлекетке керек өте ақылды Варис пен Тирион екіге бөлініп таңдауларын жасайды. Серсеяның шабуылға шыққанын естіген Джейми астанаға жол тартпақшы. Ол Деннидің барлығын талқандап, ғашығын өлтіретін біле тұра, Бреннаны тастап қарындасына аттанады. Бұл уақытта Денни әскермен астананың алдына келген. Серсея барлық жерге арбалет орнатып, жақсылап дайындалған секілді. Деннидің талабы Серсеяның беріліп Миссандеяны босатқаны. Ал Серсея Денни берілмесе Миссандеяны өлтірмекші. Тирион бірден әпкесінің алдына келіп, қанды қырғынды тоқтатуын өтіне сұрайды. Бірақ Серсея өз таңдауын жасап қойған. Если есть последние слова, говори. Дракарис!
5-ші бөлім. Варис Джон жайлы шындықты қағаз бетіне түсіруде. Ол Денниге қарсы бір жоспар құрып жатқан секілді. Артынша айдаһар жартасына Джон сарбаздармен келіп жетеді. Варис Джонға сенімді. Сондықтан кейіпкерге таққа бірден-бір лайықты адам екенін айтады. Бірақ Джон өз таңдауын жасап қойған. Осыдан кейін Тирионға ханшайымына Варис сатқын екенін айтудан басқа амалы қалмайды. Джонның Таргариендер ұрпағы екенін жасырып қала алмайсың. Сондықтан кеш бата барлығын түсінген Варисті Денни өзіне алдыртып, уәде еткендей айдаһармен өртеп жазасын кеседі. Тирион корольдік жағажайды талқандағалы жатқан ханшайымын тоқтатып әлек. Бірақ Денни Вестеросты махаббатпен емес, тек күшпен алуға болатынын түсінген. Онымен қатар ханшайымның барлаушылары астанаға жол тартқан Джеймиді ұстап алған. Ол тұтқында. Тирион Серсеяны райынан қайтаратын бірден-бір адам Джейми екенін біледі. Сондықтан бауырын босатып, Астана ертең құлайтынын айтып, Серсеяны алып қашуын сұрайды. Джеймиден керегі тек қақпаны ашып, берілгеннің белгісі ретінде қоңырау дауысын шығару. Солай олар мыңдаған бейкүнә адамдардың өмірін сақтап қалмақшы. Таң ата корольдік жағажайда Эуронның теңіз әскерімен қала сарбаздары сақадай сай тұр. Халық абыр-сабыр үйлеріне жасырынуда. Бұл жерге Ария мен Ит те келіп жеткен. Джейми де қала ішінде. Қақпа сыртында Бравостан келген алтын қылышты сарбаздар тұр. Тирион қоңырау дыбысы шығады деп үміттенуде. Ал Серсея халықты қызыл қамалға жинап алып қасқайып тұр. Қызыл қамал жабылғанда Джейми халық арасынан ішке ене алмай қалады. Солай айдаһарын тізгіндеген Денни күтпеген жерден бұлт арасынан шығып, Эуронның кемелеріне шабуыл жасайды. Солай ол кемелерді талқандап, арбалеттерді өртке орап, қалаға шабуылды бастайды. Ол қаланың қақпасын талқандап, әскеріне жол ашады. Қалаға енген әскер жолында тұрғандарды жалмап өтуде. Ал Денни ешкімді аяп жатқан жоқ. Серсеяның қорғанысынан дым қалмады. Бірақ оған қарамастан ол берілуді ойламайды. Ланнистерлер әскері де қылыштарын тастап берілуде. Халық қоңырауды қағыңдар деп айқайлауда. Өте қатты шиеленіскен сәтте қаланың берілгенінің белгісі ретінде қоңырау дыбысы шығады. Демек барлығы бітті. Денни жеңіске жетті. Бірақ ханшайым өз-өзін ұстай алмай, ата-бабасының қаны басына тиіп, қызыл қамалға қарай ұшып жолындағылардың барлығын жалмап өтеді. Осыдан кейін оның әскері берілгендерді қара бастайды. Джон оларды тоқтата алмауда. Айдаһарлар анасы қаланың күлін көкке ұшыруда. Оның сарбаздары енді қара халыққа көшкен. Бұл сәтте Джейми жасырын жолмен қызыл қамалға енбекші. Бірақ оның алдына Эурон шығып, басын Серсеяға бермекші. Солай екеуі айқастан Джейми ауыр жараланғанына қарамастан Эуронды өлтіреді. Қаланы қиратқан Денни қызыл қамалды өртке орауда. Серсея берілгісі келмейді, бірақ басқа амал жоқ. Қираған қамалға келген Ит Арияны кері қайтарады. Өйткені Серсеяны от немесе қиранды өлтіреді. Ал Иттің бітпегенісі бар. Серсея қираған қамалмен қашып бара жатқанда алдынан Ит шығады. Оған керегі бауыры Тау. Тау Серсеяның бұйрығын тыңдамай Квибернді өлтіріп, інісімен айқасқа шығады. Это ты. Ты всегда таким был. Жалғыз қалған Серсеяға жаралы Джейми келеді. Ал Ария қираған қалашымен, қиналған халық арасымен бас сауғалап келеді. Жазықсыз адамдары тығыларға тесік таппауда. Ағайынды Ит пен Тау жанкешті айқаста қамалдан бірге құлап, ақыры бақилық болады. Айдаһарын мінген Денни мен сарбаздары тоқтайтын емес. Ария тек күлі қалған қала ішінде барлық сұмдықтың куәсі болады. Джейми мен Серсея бас сауғалап қамал жертөлесіне келген. Бірақ шығар жер жоқ. Серсеяның өлгісі келмейді. Ол сәбиін аман алып қалғысы келеді. Солай ағайынды ғашық Ланнистерлер қиранды астында қалып мерт болады. Бәрі бітті. Қала ішіндегі Ария Деннидің жасаған қиянаты мен алапат күшінің куәсі болады. Соңғы 6-шы бөлім. Тирион Денниге адал болып қателік жіберді. Ол барлығын енді түсінген. Бұл уақытта сұрғырт тұтқынға түскен сарбаздарды өлім жазасына кеспекші. Джон мен Даос оларды тоқтатуға тырысады. Бірақ бұл ханшайымның бұйрығы. Тирион болса қиранды арасымен жүріп, жертөлеге түсіп, бауыры мен әпкесінің денесін табады. Екеуі құшақтасқан күйі жан тапсырған.
Жеңіске жеткен Денни сарбаздардың алдына шығады. Оның ойынша ханшайым құрбандыққа барып тирандардың көзін құртты. Ол барлығын дұрыс жасады, бірақ бұл тек бастамасы. Ол бүткіл әлемді азат етпекші. Денни тірі тұрғанда тоқтамайды. Бұл сөздерден кейін Тирион Деннидің берген белгісін алдына тастайды. Ханшайым оны зынданға жапқан. Қапастағы Тирион Варистің дұрыс айтқанын кеш түсінген. Ол Деннидің әрі қарайда тоқтамайтынына сенімді. Бірақ Джон ханшайымын ақтап әлек. Тирион Джонның қолында бұндай билік болса, бұлай жасамайтын біледі. Денни есінен айырылды. Ол дұрыс жасап жатырмын деп ойлауда. Оны бұл ойынан енді ешкім айыра алмайтын секілді. Ты щит, что охраняет царство людей. Кто самая большая угроза для них сейчас? Думаешь, я последний, кого она казнит? Это ей решать. Она королева. А твои сестры? Разве они преклонят колено? Она не хотела, чтобы Денни была королевой. У нее нет выбора. Но у тебя есть. И ты должен выбрать сейчас. Бұл сөздерден кейін Джон ханшайымына келеді. Денни армандаған болат таққа отырды. Джон оған қара халықты да қырып тастағанын айтуда. Айыбын жуатын жалғыз жол барлығын кешіріп бейбіт өмір әкелу. Бірақ Деннидің өз шындығы бар. Ол бұл әлемнің ақиқатынан алыстап кеткен. Денни өз әлемін Джонмен бірге құрғысы келеді. Джон оған мәңгіге ханшайымы болып қалатынын айтып, жүрегіне қанжарын сұғады. Артынша Дрогон ұшып келіп, анасын өлтірген Джонға қаһарлана бақырып, болат тақты балқытып тастайды. Бірақ Джонға тиіспей, Денниді алып келмеске ұшып кетеді. Осы жағдайдан кейін астанаға 7 корольдіктің беделді адамдары жиналады. Сұрғыр Тирион мен Джонды тұтқында ұстап отыр. Санса бауырын құтқару үшін мыңдаған солтүстік адамдарын бастап келген. Денниге адал болуға ант еткен Ярада Джонның дарға асылуын қалайды. Сондықтан Даос алауыздықты тоқтату үшін әділ шешім ұсынуды. Бірақ адамдардың ендігі тағдырын король немесе ханшайым шешуі керек. Сол себепті де 7 корольдіктің беделді әулеттері корольді тағайындамақшы. Бірақ таққа кім лайықты? Қапаста жатқан Тирион барлығын ойлаған. Халықты біріктіретін тек тарих. Бұл жерде тек Бранның ғана тарихы мықты. Онымен қоса ол бала сүйе алмайтындықтан монархия тоқтайды. Демек тақ мұраға қалмайды. Корольді сайлау арқылы тағайындайды. Если мы выберем вас, вы наденете корону? Будете ли мудро править 7 королевствами с этого дня и до вашей смерти? А зачем я проделал этот путь? За Брандона из дома Старков. Да. 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 Санса Бранның таққа отырғанына қарсы емес, бірақ солтүстік енді жеке патшалық болмақ. Слава Брану сломленному, первому его имени, королю андалов и первых людей, владыке 6 королевств и защитнику государства. Бран өзінің уәзірі ретінде Тирионды тағайындайды, бірақ Сұрғырт сатқындардың жазаланғанын қалайды. Сондықтан жаңа король Джонды түнгі күзетке жіберген. Бірақ түнгі күзет енді кімге керек? Бұл сұрақ сол күйі ашық күйінде қалады. Сұрғырт бастаған әскер болса Наат жеріне, яғни Миссандеяның отанын қорғауға аттанады. Ал Джон қайта қара жамылып, бауырларымен қоштасып, қабырғаға жол тартады. Бриенна рыцарлар кітабындағы Джеймидің тарихын толықтырып жазып, нүктесін қояды. Кіші кеңеске Даос, Брон, Бриенна және Мейстер болған 7 кірген. 6 корольдіктің тағдыры енді осы кейіпкерлердің қолында. Соңғы көріністе Старктардың әрі қарайғы тағдыры көрсетіледі. Санса жеке патшалық солтүстіктің ханшайымы атанады. Ал Ария Вестеростың батысына ешкім білмейтін белгісіз жаққа жол тартады. Түнгі күзетке қайта оралған Джон жанына еркін халықты ертіп, қабырғаның солтүстігіне аттанады. Еркін халық мекендеріне қайтуда. Осылай кино тарихындағы ең үздік хикая өз мәресіне жетті. Арнаға қолдау білдірген әр көрерменге алғысымды айтамын. Хикая ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және де Telegram арнаға тіркеліңіз. Бізді алда әлі де керемет жобалар күтуде. Бізбен бірге болыңыз. Сіздермен Киномен.